Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге ашытқы жасауды көрсететін боламын, яғни алмадан закваска жасау жолын толық үйретемін. Тегін мастер-класс болады. Арнама тіркелуді, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ашытқының қандай зиян екенін білесіздер, сондықтан да осылай қолдан закваска дайындап, сол арқылы нанды, бауырсақ, пиццаны жасап дайындап жесеңіздер, үйде өте пайдалы болады ағзамызға. Ең алдымен біз жарты килограмм қызыл алманы тазалап аламыз. Ортадағы дәндерін, қатты дәндерін алып тастап, және екі шетін видеода көрсетілгендей етіп, қараларын алып тастасаңыздар болғаны. Қабығын ашудың қажеті жоқ. Барлық алманы ашып аламыз. Орташа көлемдегі 4 алма менде 500 грамм шықты. Енді осылай ұзынша етіп турап алуымыз керек. Біз заквасканы баклажкада дайындаймыз, сол үшін баклажканың аузына тиетіндей болу керек. Алманы енді тазалап болғаннан кейін біз 500 граммды өлшеп аламыз. Басында сіздер 600 граммдай алма алсаңыздар болады. Енді баклажкаға алмалардың барлығын салып аламыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, үстіне 500 грамм алмаға 500 грамм суды құямыз. Суда тұрған алма, яғни суымыз алманың әсерінен ашитын болады. Бактериялар өздері әрекеттесіп, бізде суымызды ашытады. Осылай араластырып, 3 күнге бөлме температурасына қойып қоямыз. 3 күн тұруы қажет. Мен сияқты 1,5 литрлік немесе 2 литрлік баклажка алсаңыздар, ашу үшін ыңғайлы болады. Газ шығаруда да қиындық тумайды. Жалпы закваска 1 апта уақыт ішінде дайын болады. Бұл бізде бірінші этап. Алдағы этаптарын келесі видеодан тамашалай аласыздар. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осындай ақылы мастер-класстарды арнамда тегін көре алатын боласыздар.